Адам өз өмірінің суретшісі. Ол өмірді сырлап бояуға, оған ажар, түр беруге, оны әшекейлеп өрнектеуге еңбек етеді. Маған мына әлем, мына табиғат, мына қала өзінше бір поэзия, өзгеше шығарма, немесе құдіретті қылқаламмен боялған туынды тәрізді. Мен суретшімін. Ақ қағаздың бетін айқұш-ұйқыш сызғылап, сол бір қиялында қылаң берген керемет көріністі мың түрлі бояумен құбылта бейнелеуден ләззат алам. Әсіресе адамдардың болмысына, бір-біріне ұқсамас келбетіне қатты таңқалам. Әртүрлі ұлт, нәсіл, тайпа болса да, достықты алға қойған ықыластарына қызығам. Бірлігі жарасқан Қазақстан.